Қайырлы күн, менің құрметті оқырмандарым. Сіздермен бірге Айнұр. Бүгін сіздерге өте ерекше, өте дәмді, қазіргі заманда хит болып жатқан тюльпан самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін 2 жұмыртқаға 20%-дық қаймақ, жарты шай қасық тұз және 100 граммдай су қосып, жақсылап бірінші араластырып аламыз. Өте жылдам дайындалады, уақытты өте үнемдейді, сондықтан осы рецепт бойынша дайындап көруге кеңес беремін. Және де келесі кезекте ұнымызды аз мөлшерден сала отырып, жұмсақтау етіп қамыр елейміз. Қамырымызды 10-15 минутқа холодильникке салып қоямыз. Ол аралықта ішіне қосатын салмасын дайындаймыз. Бұл жерде бізге пияз, фарш және де қара бұрыш, тұз қосып жақсылап араластырып қоямыз. Енді қамырымызға кірісеміз. Қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз. Және де оны біртіндеп жуалап, қазір жаятын боламыз. Бірінші қамырымызды дөңгелек етіп, жұқалау етіп жаятын боламыз. Оның үстіне сары май мен сұйық майды ерітіп, барлық жеріне жағып шығамыз. Және де оны бір бұрышынан бастап, осылай видеодағыдай орап шығамыз. Және де бұл біздің қамырымыздың ішіне ауа кіріп кетсе, осыны кішкене қысып жіберсеңіздер, ауасы тез шығып кетеді. Және де бұл қамырымыз біз бір шетке алып тұрамыз, және де екінші қамырымызды жаямыз. Оны да дәл солай үстіне сары май жағып шығамыз. Бағанағы бірінші қамырымызды ары қарай жалғастырып, осылай үстіне орап шығатын боламыз. Дәл осылай біздің 4 қамырымызды да бір-біріне орап шығамыз, және де ортасында қалып кеткен ауаларын қысып, біз 10 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Енді осыны бірнеше майда бөлшектерге бөліп, бірінші қамырымызды ұн себе отырып, дөңгелек етіп жайып аламыз. Ал енді біз қамырымыздың ортасынан шетіне қарай пышақпен кесіп аламыз, және де бір шетіне фаршымызды салып, видеода көріп тұрғандарыңыздай дөңгелетіп шығамыз. Астыңғы бөлігін бір-біріне жабыстырып қоямыз. Мінекей біздің тюльпан самсамыз дайын. Пісіретін кезінде еш уайымдамаңыздар, ол ешқандай да ашылып, шашылып кетпейді. Тағы да бір рет көрсетіп кетейін. Қамырымызды дөңгелетіп аламыз, және де ортасынан шетіне қарай пышақпен бір бөліп, мен тағы да салмасына асқабақ қосып жібердім, теркадан өткізіп. Видеода көріп тұрғандарыңыздай дәл осылай орап шығатын боламыз. Астыңғы жағын қысып жібереміз. Болды, біздің тюльпан самсамыз дайын. Сіздерге тағы бір басқаша дәл осылай тюльпан самсаның жасалу жолын көрсеткім келіп тұр. Егер сіздердің қамырларыңыз үлкенірек болып кетсе, осылай жасауға болады. Дөңгелек қылып қамырымызды жайып болған соң, ортасынан дәл бөліп шығамыз. Және де дәл осыны тюльпан самса сияқты осылай видеодағыдай орайтын боламыз. Дәл солай тюльпан самса болып шығады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қасындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сол кезде менің видеоларым сіздерге бірінші болып келетін болады. Біздің қызғалдақ самсаларымызды пергамент төселген формаға біртіндеп орналастырамыз, және де оның үстіне жұмыртқа жағып, әсемдік үшін күнжіт сепсеңіздер де болады. Қызғалдақ самсамызды бұл жерде күнжітқа барлық жеріне тиетіндей етіп аунатып алсаңыздар да болады, бірақ мен тек қана үстіне сеуіп шықтым. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің қызғалдақ самсаларымыз дайын, өте әдемі көрінеді және өте ыстықтай тез желініп кетеді ғой, себебі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетсеңіздер болады.